Қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге үй жағдайында қолдан майонез жасайтын боламыз. Бұл үшін осындай шұңғылдау ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, оның үстіне тұзымызды, 1 қасық шекерімізді салып, үстіне горчица саламыз. Осылай барлығын салып болған соң, үстіне лимон, 2 ас қасық лимонның согын саламыз. Сол погруженный блендермен бірдей масса болғанша араластырып, және оның үстіне сұйық майымызды құятын боламыз. Сол құйып болғаннан соң блендердің басын шығармай, түбінде езетін боламыз. Өзі жаймендеп қоюлана бастайды. Осылайынан барлығы бірдей қоюланып, бірдей масса болғанша блендерлейтін боламыз. Өте керемет болып шығады. Еш зияны жоқ. Үйде пайдаланғанға өте керемет ыңғайлы. Мен осы қолдан жасалған майонезбен дәл бүгін балапандарыма осылай балықты майонезбен мариновать етіп, духовкада пісіретін боламын. Өте керемет, дәмі ерекше болып шығатын майонез. Қоюлығы осындай болады. Өз қалауларыңызша бұрыш қоссаңыздар да, дәмдеуіштер қоссаңыздар да өз еріктеріңіз. Маған осылай жасаған ұнайды. Балығымыздың дәмі өте ерекше болып шығады. Дәмі керемет болып шығады. Осы рецепт ұнаса, каналыма жазылып, тіркеліп, лайк басып қолдап қойыңыздар. Әлде де қалай қызықты рецепттер болады. Қоңырауша белгісін басып қойсаңыздар, видео шыққан моментте көріп отырасыздар. Осылай фольгамен бетін жауып, духовкада пісіретін боламын. Ас болсын.